Кстати, подкаст дегенге бірінші рет келіп жатқан сияқтымын негізі. Сен ешқандай подкасттан көрмедің? Иә. Так что алғашқы өзің болыпсың. Бірінші өзің болыпсың десең асты. Иә. Келіскеніңе рахмет. Келгеніңе көп рахмет. Бізді аудио нұсқада тыңдап отырғандарға айта кетейік. Бізде қонақта Нұржан Керменбаев, әнші, сазгер, ақын, әке, инвестор, бизнесмен, тағы не? Мен өзім білмейтін мамандықтарды айтып кеттім осы. Мақтауын келтіріп жатырмын. Тағы да кішкене өзіміз сипаттап кетейік. Біз әдеттегідей қараңғы бөлмеде кітаптардың жанында, төбемізде бір ғана шам, алдымызда микрофон, бір наушник. Бірге бір. Кішкене шықырлаған дауыстар естісеңіздер, ол Нұржанның спортивкасы, кішкене тоңып отыр. Иә, басында кепка да бар. Нормально кепка? Иә. Сіздерге не ол? Сіздерге кедергі емес па? Бастысы. Білмеймін, енді түрімді көрсетіп отырсаң дегенім ғой. Былай отырғаны ма? Иә, нормально. Бәрінің, кстати, уайым осы негізі. Шашың май дейді. Шашың түсіп қалған емес па, таза емессің бе деп сұрақ қоятындар да бар негізі. Әдейі кейде суретке түсіп тұрған кезде артыңнан кепканы жұлып алатындар да бар, ондайлар да табылады. Тойда жаңа концертте жүрген кезде. Болады. Сен кепканы бұрыннан жақсы көресің ғой? Иә. Өзің қара бала дейтін кепкілерің бар еді ғой бұрын? Иә, оны да қойдық бірақ. Қойдың ба? Бір жас баланың. Сен есіңде ма сол әңгіме? Сен маған айтқансың. Мынау кепкаң күшті екен дедім да. Ұнай ма саған дедім. Иә. Давай мен саған жіберейін дедім. Сол кезде жібермедің да? Давай дедім. Иә, содан кейін сұрап алған ғой, қалды ма вообще біреуі? Жоқ, кстати, мен оның бәрін таратып жібердім. Иә, білем таратқан. Қаншасы болды, туысқан бауырларға енді расымен арнайы бір сұраған кісілер болды. Бір бөлігі складта болып қалуы мүмкін. Мен андай бір ескі партияларды бүйтіп кейде складқа деп киімдерді жинастырған кезде сөйтіп жасаған болуы мүмкін. Соның арасында бәлкім бір ескісі табылып жатса, енді қатты керек болып жатса деген. Бірақ олар шаң басып қалды негізінде. Қатты қызық емес шығар деп ойлаймын. Қатты. Уәде берілгеннен орындалу керек та ол негізі. Енді соған өзім мен ыңғайсыз қалған. Мен сені ұялдырайын деп жатқан жоқпын. Есіңнен түсіп кеткені ғой. Ұялдырып жүрдің негізі. Солай өзім. Жоқ, негізі расымен қаншама нәрсе айтамыз, бірақ өзіміз соны елемей ескермей қаламыз да. Иә, менде де бар андай. Ұмытып кететін жағдайлар өте көп болады. Кешірім сұраймын. Иә, мен Google календар қолдана бастадым соңғы кезде. Өйткені мида тұрмайды, қазір информация өте көп. Миға келіп жатыр, сосын мынау social медиа әбден шаршатады. Инстаграм болсын, тикток болсын, твиттер, телеграм бәріне кіре бересің да, артық ақпарат келе береді да. Өте дұрыс. Мен сосын ағып кетеді кіріп айтқанда. Google календар айтып отырады да, мен мынандай жағдайлар болып жүрген өткенде біреулермен кездесеміз деп келсем да, ол кісі келіп отырады да, мен вообще басқа жердемін ше. Сосын жақындап қалдың ба брат деп ше. Мен келе жатырмын дейсің да, біреуді ұмытып кеттім деп ше. Сосын өйтіп ойланып отырдым да, болмайды ғой бұлай деп ше. Расымен ол сенде ғана емес, қазіргі қоғамда болып отқан бір проблемалардың бірі шығар. То есть енді әркім әртүрлі пайдаланады. Мен мысалы заметка жазамын деген сияқты ғой. Енді ұялы телефон қолыңда болғандықтан сөйтіп жазып тұруға тура келеді, бірақ оның өзіне де бір қатты бір мән беріп кейде болады, өзі бір жинақталатын кездер болады. Күнде прям заметка қарап жүрмін деп айта алмаймын, бірақ бір фокус қоятын нәрселерге ұмытып кетпеу керек. Мынаны именно енді бір творчестволық бір идеялар келіп қалған кезде де соның тақырып болсын, басқа болсын, әнге тақырып болсын, бірден жаза қоясың ба? Жаза қоямыз, өйткені ертең жасалатын бір кейде бір шаруалар болады. Мысалы, ертең білесің, бір маңызды бір көп шаруа бітіретін күн болғандықтан, шаруа көп болады, соны үлгеру керек болады. Сол үшін де бет жазып қойып, ертең мынаны жасау керек, мынаны звондау керек, мынаны қоңырау шалу керек, мынаны сұрақ қою керек, не болып жатыр деген сияқты, даже элементарно да. Сондай мелочтарға дейін жазып қоямыз кейде. Мен мынандай бир дейтін аюдың суреті бар бір приложение тауып алдым. Заметкалар сияқты, иә. Бірақ тақырып бойынша бөліп қоясың. Өте ыңғайлы екен, иә. Тақырыптармен тегін. Иә, бір кәсіпкерлердің көрін ойдым осыны. Иә, ыңғайлы екен, ол да жақсы. Күшті.
ойлар келіп қалады ғой, сен айтқандай шығармашылыққа қатысты бір ходтар, мынау былай істегенде мынау былай істелса екен дейсің да. Ходы дейтін бір нем бар, соны жазып қоямын, сосын бір нәрсе жазып жатқанда соны ашып бір қарап өтемін, так мына жерден не алуға болады, алғанымды бірден өшіріп отырамын. Расымен қайталап қараған жақсы. Сосын оны қайталап қараған кезде міндетті түрде расымен де мен оны бір не только заметка, кстати, мен ол қағаз негізі айтқым келген жоқ, бірақ айтуға тура келіп тұр. Осы жақын арада ғана бастадық та оны, өйткені кәдімгідей дәптерге бір ұстазбен отырып основной, то есть фокуспен бір 10 сұрақ қойылады, соған байланысты өзің бір жауаптарыңды жазасың. Қолмен жазасың, қаламмен жазасың. Өзің ба әлде көмекшіңмен айтасың жазды? Жоқ, ондай емес, өзім жазамын. Содан соның ішін алдында просто бір оқып шығып, бір-екі парақ қана жазғам, то есть основной бірінші сұраққа. Соның ішінен бүйтіп біраз оқып алдым да, өзім ойым жинақтап алдым да. Сондықтан оқып тұрғанда өте маңызды да. То есть ол фокус болу үшін өте маңызды. Өте жақсы нәрсе екенін айтып отқан. Мен көрермендерге айта кетейін, тыңдап отқан адамдарға, біз Нұржанмен әзілдесе береміз, ойлап қалмаңдар, мен бір қатты нәрселер айтып жіберіп нетіп отыр. Біз біраз болды, біраз болды, көрсетпегелі біраз болған. Көрсетпегелі біраз болды. Соңғы рет біз бірімізді жалаңаш көргенбіз. Спа центрде ма? Жалаңаш болғанда енді шортимен, плавкимен ғой. Мен әдейі айттым да, не болсын деп, неге тизерге қоямыз да, жалаңаш көргенбіз болғанбыз деп, бір-бірімізді жалаңаш көргенбіз дейміз да. Күшті. Мынаны көрейік дейді ғой. Қай Нұржан не екен деп. Енді қалайсың жалпы? Жақсы, біз енді кірдік, енді бастадық қой да. Жазылып жатыр ба? Жазылып жатыр. Күшті. Өмір білесің, бәрі жазылып жатыр. Дұрыс айтасың. Енді алдында бір жаңағы инстаграмға бір жылы лебіздерімді қалдырып кеттім. EP-ің шыққанда оқыған шығарсың. Өте жақсы, өткен шақ дейтін EP, егер тыңдамағандар болса, барлық платформада бар. Шағын ғана альбом. Шағын ғана альбом. Маған қатты ұнады. Маған өткен шақ, сен кеткелі деген екі ән білмеймін, бәрінен де қатты ұнады. Халыққа да солай сияқты, көп таралып жатқан. Енді прям таралып жатыр деп айтпай ақ қой. Жоқ, расымен де енді барлығын ашық айту керек. Ол қазіргі таңда цифралар сөйлейді ғой, біз емес, подписчиктер сөйлейді, цифралар сөйлейді деген сияқты ғой. Сондықтан мен негізі шын айтайыншы, ол альбоммен сыналып қалдым негізі. Қалай? Қайтып жаңағы мен осы подкасттың алдында да саған айтып отқан тақырыптар бойынша нәтиже бар ғой. Нәтижеге кірісіп кеттім де мен. Араласып кеттім. Ол негізі кімнің ісі? Лучший сценарист. Кім? Құдай дейсің. Құдай алады. То есть былай айтқанда Құдайдың ісіне кірісуге негізі болмайды екен. Сол ұстаздармен бет-бет сөйлесіп отырып, сол өзімнің проблемамды сол кезде таптым ғой. То есть альбоммен сыналып қалғанын түсіндім да. То есть результатына кірісіп кеткенін түсіндім. Нәтижеге бүйтіп, былай болу керек, мынаны істеу керек, мынаны істемеу керек, бір нәрсе мынау неге олай болмай жатыр деген сияқты болды да. И оған көп акцент беріп қойдым деген сияқты ғой. Өзім іштей, эмоционально, психологически жалпы альбом. Мен причем бірінші альбом бұл. 17 жылдың ішінде, шығармашылық 17 жылдың ішінде бірінші альбом. Сондықтан да бір енді жауапкершілікпен келу керек болды біріншіден. Екіншіден мен үшін бір болмаған процесс қой. Мен үшін болмаған процесс болғандықтан енді қалай болатынды кішігірім уайымдайсың, алаңдайсың. Сол жақтарын ескермей қалдым. Бірақ енді қазір екінші альбом жасап жатырық. Ондай қателіктер жасамаймыз деген ойдамыз. Тағы бір альбом жасап жатырсың? Жоқ, артынан EP ма ол? EP болады. Бірақ біз негіз концепция бойынша бұл альбом үш бір трилогия сияқты ғой. 3 бөлімнен тұрады. 3 бөлімнен тұрады. Біріншіден өткен шақ. Қазіргі жазып отқаным сол, кешірім сұраймын, осы шақ. Енді үшінші өздерің ары қарай додумайтесь деген сияқты. Сол әңгіме и осы шақ жазып отырық. Ол концепция жалпы қайдан келді? Мен Бейбіт деген бауырым бар, менеджерім.
соның ойына идея келген. Мен айттым, басты задача, то есть трушность болу керек, шынайылық болу керек дедім да. Сосын әрбір адамның өткен шағы болады, то есть ол менде де болды. Менің бір өткерген бір махаббаттарым болды, бір жүрген кездер болды, басқа болды, қанша қателіктер болды, опыт болды деген сияқты тәжірибе болды. Соны бір суреттеп творчествоға салсақ дедік. Одан кейінгі қазіргі осы өмір сүріп жатқан, ол үйдегі анашым бар, келіншегім бар, бала шағам бар деген сияқты қазіргі құндылықтарым бар. Соның барлығын осы шаққа, сол идеяны саламыз, Алла қаласа. Одан келер шақты енді оны айтпай қойын, бұйырса Алла қаласа оны да көре жатарсыздар. Жалпы аз сөйлеп көп істеу керек болып тұр. Енді істеген нәрселерге кішкене тоқталайық. Өткен шақ. Өткен шаққа мен де барып қайттым. Сол берді ма, бір сезім берді ма? Суперстардан кейінгі. Иә. Жоқ, мысалы сен өз өміріңді елестете алдың ба? Сенің өміріңнің менің өміріме кіріп кеттіңдер ма? Мен негізі мақсатым, задачам сол еді негізі. Каждый адам өз-өзін көре кетті негізі. Бірақ ол қолымыздан келмеді, значит. Жоқ, әркімге әртүрлі. Әркім әртүрлі қабылдайды. Егер де сол өткен шағын альбомын тыңдап, өздерінің өткен шақтарыңды еске түсірсеңдер, жаза кетіңдер, кіммен жүрдіңдер, не болды, не үшін жүрмей кеттіңдер, оқимыз. Мен өткен шақтан тез өтіп кеткім келген, сен қайта оралып отырсың ғой шыма дейді. Әдейі болғанда, жоқ, бар нәрсені талқылайық та деген ғой. Дұрыс. Әдемі кеттік. Мен мысалға сені жақсы танитын біраз жаңағы бейбіт бар мысалға, басқа да ортақ достарымыз бар, соларды шақырып, солардан шығарып алсам да болады да. Екеуміз әңгімелесейік та бұндай. Сен өзің қаншалықты қай жерге дейін айта аласың, сол жерге дейін айтсаң. Пожалуйста, да. Иә. Өткен шақ, білмеймін, сен кеткелі әні белгілі бір адамға арналған сияқты да. Айта аламыз ба ол жайлы? Айта аламыз, ол өткен шақ қой енді. Өткен шақ, ешқандай проблема жоқ, ол да айта аламыз. Біріншіден, ол ән арнайы негізінде, ол жақта даже Нұрлан Қоянбаевтың бір несі бар, как пролог сияқты да, бір өзінің бір оқитын бір дүниесі бар. Соның ішінде де біз ар жағынан Жанардың әнін қойғанбыз. Негізінде кейбір әндер Жанарға арналады. Соның ішінде Сен кеткелі Жанар Хамитоваға арналады. Ол рас, ешқандай оны жасырмаймыз. Альбомда да, в принципе, өзі тыңдаған адам негізі түсіну керек та. Енді сен өзің сөйтіп түсінгенсің. Сен уже сөйтіп түсінгенсің, значит, адамдар да ақымақ емес, былай, в принципе, ой жетеді да. Енді, бірақ тек қана Жанар емес ол жақта. Ол жақта бір өткерген, менің айтып отырмын, ол бір ғана опыт емес, бірнеше опыттардың, мен өзімнің бір проживать еткен бір тәжірибем, бір практикам, бір опытым ғой. Сөйтіп барып, өз қаншайымды табу керек болдым да. То есть мен жол ғой ол. Жол ғой. Сондай мәселеде мен оған еще жаңа тағы да бір психолог ұстаздарымыз болды, сол кісілердің де айтқаны бойынша, то есть айтады да, өткен шаққа өкінбеу керек. Ол өткен біріншіден оны еске алып, езгілей беретін болсаң, ол энергияңды құртады дейді. То есть қазіргі шағыңа, осы шағыңа кедергі болады дейді да, осы өміріңе, дәл осы сәтке, дәл осы шаққа. Сондықтан да оны опыт ретінде қабылдау керек деді. Содан кейін барып, расымен мен ойша да былай да қабылдай бастадым. Расымен мен неге бір кезеңдер болды, расымен бір енді психологиялық тұрғыда бір дұрыс түсінбей жүргендіктен қабылдамай, жаңағыдай бір есіме де алғым келмей, сондай бір тұстар, әттеген деген бір өкінетін бір сәттер болды да, сондай. Сосын кейін оны опыт ретінде қабылдағаннан кейін ол уже жаңа концепция бойынша да дәл осы шақта мен өмір сүру керекпін дедім да, мен мынаның бір главасын, посойын бір жабуым керекпін дедім.
опыт ретінде қабылдауым керек, сөйтіп жабуым керек. Сол үшін де арнайы жасалған альбом ғой негізінде. Мен ол есікті сөйтіп жабу керек болдым. Сол мәселе сол ғана. Сен шығарғың келген нәрселерді шығара алмай жатқан сияқтысың әлі. Жоқ, маған грязь керек болса айтамын, маған грязь керек. Просто давай деп ше. Көбірек жанар туралы естігілерің келіп отқан сияқты ғой негізі. Мен енді жүзіңнен көріп отырмын. Жоқ. Ондай мақсат жоқ қой, да? Иә, бірақ енді жанарға арналған тректер бар екені бар. Соның ішінде сен кеткелі сондай. Жақсы. Өткен шақ деген трек. Ол да сол кісіге арналған, иә? Иә, өткен шақта. Өткен шақ негізі бірақ тек ол кісіге емес, жалпы өткен шағыма бір сол тақырыпқа арналған деп айтсам болады шығар. Мен бір дүниені айта кетейінші, осы кезде енді оны қазір білмеймін, енді әркім әртүрлі қабылдайды. Бұл менің шынайылығым, бұл менің шындығым. Мынандай дүниеде көбісі әлі күнге дейін маған жазады негізінде. Жанардың келген кезінде, Алматыға творчествоға қайта айналып келген кезінде, жаңа астарлы ақиқатқа келген кезде маған андай нелер жауапты, хейт жауапты. Неге қолдамадың деген сияқты да. Енді біріншіден мен айта кетейін. Енді ойлаңыз, мен ол кезде қателеспесем 2 балам бар. Отбасым бар, келіншегім бар. Сөйтіп барып тұрып, мен еще енді бір ескі бір махаббатыммен барып соны езгілеп отырады екенмін де. Оны біріншіден отбасын дұрыс түсінбейді. Мен қасықтай жинаған абыройымды сол передачаға барып, солардың рейтингі үшін барып төгіп кететін жайым жоқ та. Маған журналист хабарласты, Жанар келіп жатыр, сіз келсеңіз дейді. Мен айтам, жоқ, мен бармайын дедім. Неге мүмкін ойланасыз дейді. Мен айтам, несін ойланамын, бармаймын. Оның өзінің себептері бар, болды, сонымен тақырып жабылды. Мен дұрысыңыздар, любой еркек, любой ержігіт, мен қазіргі отбасым маңызды да, ол өзінің өзінің отбасы болған, 2 баласы бар деген сияқты әңгіме ғой енді. Бірақ баяғы бір махаббатты езгілеп, мен оны қазір бірақ не үшін айтып отырмын. Енді қазір тағы да айтайын. Мен альбом жасардың алдында келіншегіммен кәдімгідей бірге екеуміз мен барлығын айттым, түсіндірдім. Осындай концепциям бар. Өткен шақ туралы болады. Бірінші альбом ескі махаббаттарыма арналады. Соның ішінде Жәкеңде бар деп айттым. Сосын айтты, журналистерге бір нәрсе айтпас бұрын менің сізге деген бір сұрақтарым бар. Соған шынайы жауап берсеңіз, пожалуйста. То есть, одан кейін ашық бұл теманы айта беріңіз, жасай беріңіз деді. Сол себепті де қазір айта алып отырмын. Мен, то есть, алдынан өтіп, тақырыпты ашып, қазір айта аламын ол туралы. Бірақ ол кезде мен келіншегім Нәзірке оны дұрыс түсінбейтін еді. Сондықтан да маған бір айтылатын бір әлі де бұл подкасттың астында да хейт болуы мүмкін. Енді соларға бір түсіндірме ретінде айтып жатырмын. Атак енді мен бір олардың мені бір қатты бір мені хейт істейтін адам, ол жек көретін адам. И так жек көреді, ол Жанарсыз да, Жанар мен де, мен ол кезде барайын астарлы ақиқатқа, бармайын. Әділ болды да. Мысалға, егер де сен әйеліңе айтпай, әрине осыны бір құпияда жасайтын болсаң, онда ол ыңғайсыздау олар. Ол сатқындық сияқты көрінеді. Әрине. Мен келіншегімнің алдынан өткеннен кейін барып қана сіздерге қазір айта алып отырмын. Сол себеп сол. Бір-екі сұрақтар қойды дедің, иә? Бір-екі сұрақтар қойды. Сондай, андай ғой, ол бір психологтарға барғаны бар, жалпы оның да өзім бір женский ұстаздар бар. Сол бір жақтан үйреніп алған екен, бір сұрақтар бар. Маған дейін қанша қызыңыз болды деген сияқты ғой. То есть 10 шақты болды ма дейді. 10 шақты болды дедім. Басында енді қойшы қайтесің деген сияқты былай қастың болмады. Мен болды дедім. Сосын айтады да, онда сенемін дейді, нормально дейді. Потому что сөйдеп айтып қалған екен. То есть
оннан аз десе онда ол өтірік айтып тұр деген сондай бір жауапты бір артынан қызық екен. сондай да, то есть егер оннан бір 10 шақты десе онда сізге шындық айтып тұр, онда нормально. То есть әрбір жігіт бір 10 шақты қыздан үйленерге дейін типа бір өтеді деген бір статистика бар ма білмеймін, мен не нәрсеге жүгінгендерін білмеймін, қандай статистикаға, бірақ сондай бір жауаптарыма қанағаттанды и болды. Сен 10 шақты қызбен жүргенсің. Жоқ, енді мен қазір ойлап отырсам 2-3 еш нәрсе айта алмай қалды екенсің. Жақсы түсіндім. Болды, то есть сондай бір сұрақтар жауабын алды, қанағаттанды, Аллаға шүкір бір-бірімізді жақсы түсініп, мен де оған түсіндірдім да, мынандай дүние ғой, то есть менің өмірімде, тағдырымда жалпы келіншегімді кездестірмес бұрын мен бір определенный бір опыт өту керек болдым да, сөйтіп барып сені ханшайымымды табу керек болдым деп түсіндірдім. Енді расымен солай ғой, енді қазір 4 бала шағамның анасы. Қазір 4 балам бар ғой, Аллаға шүкір, 4 баланың анасы, біз 4 баланың әкесіміз. Бау берік болсын. Рахмет. Неше ұл, неше қыз? Менде алғашқысы 2 ұл, одан кейін қыз туды, қазір 3-ші ұл туды, бірге келеді осы. 4-ші. То есть 4-ші бала, то есть 2 ұл, 1 қыз, одан кейін ұл қайтып. Мен сенің инстаграмнан күшті күлкілі видеоларды көріп жүрмін. Бір қандай компания? Бір компаниямен бір не ғой? Baby, ол реклама ғой, реклама біріншіден, екіншіден ол тоже также альбомға қатысы бар негізінде. Альбомның былай айтқанда спонсорлары. Сондықтан біз сондай сотрудничествоға келістік, сол себепті де бізден жаңағыдай посттар шығып тұрады. Жақсы, қызық. Сені былай қарапайым өмірде, үй жағдайында қалай жүресің, баланың ұстаған бәрі, білмеймін, маған қызық көрінеді. Білмеймін, әйтеуір қолдан келгенше, ол да бір арнайы түсірілімдер ғой енді, сөзін ашық, бірақ сол тиктоктан алынатын бір әкелермен, аналармен, балалардың сондай бір әдемі видеоларын сөйтіп ойластырып келеді, өзім бір нелері бар, менеджерлар бар, қарасты. Сені әке ретінде солай мен көріп қызықтым, күшті. Рахмет. Мен білмеймін сенің қандай әке екеніңді, мен өзімді үнемі не санаймын бір недостаточно жақсы әке деп ше, сөйтіп көп уақыт бөлмеймін деп сөйтіп өзімді неде жүргенмін. Ондай угрызение совести менде де бар, әрине. Кішкене әйтеуір балаларды сатып алуға тырысасың алдап ше, болмайды екен. Қазір балалар өте ақылды, көп көңіл бөлу керек, расымен де. Мен бүгін ғана сол үйде жүріп бала шағам, қазір келіншегім Таразда да, 3 баланы тастап, кішкентайын алып, жаңа бір қайын жұртында той болып жатыр, сол тойға сұранып кеткен бір аптаға. Үйге келін келіп жатыр деп. Абысын болып жатыр ол кісі. Сөйтіп 3 бала үйде, енді расымен сол анасынан алатын энергетиканы сол уже бізден алғысы келіп бізге жабыса береді ғой енді. Сол сәтте бүйтіп ойландым да, то есть негізгі бақыт осы ғой деп. То есть біз ол бәлкім бұлар ертең өсіп кетеді, сол осы сәттер болмай қалады ғой, біз сол кезде бірақ бәлкім ойланамыз, расымен де кезінде күшті өмір сүріп біз ғой, осы бала шағамыз осылай болыпты ғой, жүгіріп жүріпті ғой деген сияқты. Сондықтан осы сәтте бір ләззат алып қалу керек деген сондай бір ой келді. Өз болады ғой. Өте дұрыс. Өткенде мен бір жақсы бір кеңес естідім. Айтады, балалар кішкентай кезінде дейді, суретке, видеоға көп түсіріп алыңдар дейді. Естелік ретінде. Естелік ретінде. Жаңағы сен соны қайталап көрген кезде қайтадан өзіңді бақытты сезінесің да. Ол бар айтпақшы. Сөйтіп содан кейін шатырлатып жатыр. Азынан кешкен фото, видео. Олар жақтырмайды, түсірме деп. Қайдамысың, жаңа мен қызым суретке өзін вообще түсіртпейді. Түсірейін деп жатсаң түсірме дейді. Менің жеке шекарам бұзылатсың деп сөйлейді ол. Не дейді? Ол 5-ші классқа өтті. Мәссаған. Үлкен қыз ғой сенде? Сен инстаграмыңа саласың ба деп ше, керек емес, мен танымайтын адамдар көреді дейді да, не керегі бар маған оның деп. Жоқ, сен бұрыннан таниды бәрі деп. Жоқ, керек емес деп. Саған ақыл айтатын кездерге келіп қалыпты ғой. Қазір бір жаққа баратын болсақ сұранып шығатын болдық қой.
сондай болды. Мен сондай подкаблок болдым. Қыздың да. Қызымның айтқанынан. Күшті ғой, күшті Кете алмайтын. Қайда тұрып жатрсың? Сен алдында Ғаділбектің көршісі едің ғой. Иә, Ғаділбектің көршісі. Бірге тұрып жатсыңдар осы жақта, иә? Мен жаңа бала шағаға қатысты айта кетейін. Басқа жаққа кетіп қалдың да? Жоқ, негізі енді тақырыптың ауысу керек пе? Жоқ, айта бер. Бала шаға менде де көп уайым болатын. То есть енді бірінші рет әке болып жатсың, то есть ол опыт баяғыда болмаған деген сияқты ғой, қалай болу керек, өзің іште ойланасың, бұлар кім болады, қандай енді кім болады деген сұрақ бастысы маңызды келетін сұрақ, ол кім болады болашақта, то есть қандай бір направление береміз деген сияқты да, адам бола ма деген сияқты бір ойымдар болады. Сосын мен негізі көп ұстаздарыммен ақылдасам да осы мәселеде. Ұстаздар көп негізі менде. Сен де маған ұстазсың негізі деп айтуыма болады, өйткені мен де сенен бір нәрсе үйренемін да. То есть оймен ой бөлісеміз, сонымен сен маған ереке ұстаз деп айтып кетуің де мүмкін. Сосын мынандай не, бір ұстазға жолықтым, сол кезде ұстазымның айтқаны андай чрезмерный контроль болмасын дейді. Балаларға ма? Балаларға. Неге? Өйткені біріншіден сыналасың, то есть ол мынандай бір кісі бар да, мынандай бір сөз айтқан. Я до того люблю своих детей, что я их не люблю дейді да. То есть сыналып қалмас үшін біз өзі екі нәрсемен сыналамыз ғой. Не қатты жақсы көреміз, не қатты жек көреміз. Екі нәрсемен сыналамыз постоянно. Қатты жүрекке кірісіп қоятын болсақ, сол балалармен сыналамыз. Сондықтан да, то есть я до того люблю своих детей, что я их не люблю дейді да. То есть бір оны да Құдайға тапсырып үйрену керек негізінде ше. То есть өйткені ол Алланың мүлкі да оларда. Сен де Алланың мүлкісің, олар да Алланың мүлкісі, Алланың жаратылыстары да. Сондықтан да жаңағындай, то есть кім болады дегенінде мен бәлкім ертең өліп кетемін. Енді Алла жақсырақ біледі, мен қай уақытта қашан өлетінімді. Бірақ олар қалады да. То есть ол 18 жасында қалуы мүмкін, 20 жасында, 30 жасында қалуы мүмкін негізінде да, мен қайтқан кезде. Бірақ ары қарай оларды жүргізетін, ойлашы, қаншама бұл ғаламда адамзат бар, адамзат болды, соның барлығын Алла Тағала Құдай жеткізіп келе жатты да, жетелеп келе жатты да, и сен балаларыңа келген кезде тоқтап қалды дейді да. То есть өйстіп санамды ашты да. Сондықтан ол тоқтап қалмайды. То есть олардың кім болатынын сен шешпейсің, оны Алла Тағала шешеді. Сен оның просто Алла Тағала берген қабілеттері бар, сол қабілеттерге сай просто направлять дейді. То есть мысалға мен балам бүйтеді, футбол жақсы көреді, үлкен ол барып жүреді да, бір күні барғысы келмей қалады. Болды, проблема жоқ, болды, бармайсың, қай жаққа барасың, бассейнге бар, болды, бассейнге барып жүреді, бассейн ұнатпайды, қайтып футболға барғысы келді, қайтып футболға апардық деген сияқты. То есть өзінің бір запросы болады іштей, Құдайдың беріп қойған бір сезімі болады да. Соған байланысты ғана просто жай бір біз направлять ету ғой, а так біз ешкім емеспіз ғой негізі. Енді ол Құдайдың рөлі ғой, Құдайдың атқаратын істері. Біз кейде андай даже контроль андай, то есть мынау болады болмайды деген ол біздің негіз көзқарасымыз да. Ол кейде бала сенің қаламай тұрған нәрсеңді істегісі келеді. Келіп тұр сезім, істегісі келіп тұр, істесін, бір нәрсе былықтырғысы келіп тұр, абойды барып жыртқысы келіп тұр, сурет салғысы келіп тұр, бір нәрсе. Сондай, то есть жаңағы қандай ұста дейді ғой өзі. Иә. 5 жасқа дейін. Сол негізінде сол дүниеге де мен де сенемін. 5 жасқа дейін негізінде қалыптасады негізі. Сол кезде кәдімгі қатты еркелетіп, барлық жаңағы махаббатты ол сезу керек негізі ше. То есть оған ұрса бермеу керек, мынау болмайды дей бермеу керек негізі. То есть сондықтан да бір көп нәрсеге рұқсат беріп қойдым қазір. Соткысын да ойнасын, пока. Енді андасында бүйтіп айтып қоямыз, мынау саған зиян тигізбей ма, қалай ойлайсың дейміз кейде, бірақ пока ойнасын. Бала ғой енді, балалық шағы болсын деген әңгіме ғой. Балалық шағы болсын, ертең өседі, өнеді, өзі ойланады, Құдай өзі жетелейді, Құдай өзі жеткізеді бұйырса, Алла қаласа. Былай қатал әке емессің ғой, иә? Жоқ, мен барынша жұмсақпын. Барынша қолымнан келгенше жұмсақ болуға тырысамын. Сөйтіп айтайыншы, өйткені сен өзің негізі өмірде де сондай. Өмірде де сондай, спокойныйсың, байсалды. Сосын ойша да бір гибкий болуға, жалпы толерантный болуға бір үйренеді екенсің негізі кейін. 30-дан кейін келетін дүние сияқты негізі осыны деп. Жоқ, расымен баяғыда бір көзқараста боласың, бір принциптарың болады, мынау дұрыс, мынау дұрыс емес деген бір оценка бересің, баға бересің бір дүниелерге.
сондайды қоюға тырысып жүрмін жалпы. Ну әлі де үйренеріміз көп қой, әлі де ілім алу керек, әлі де білім алу керек. Бірақ барынша гибкий болуға, то есть әркімнің оймен санасуды үйрендім деген сияқты ғой. То есть әртүрлі ой бар, әртүрлі позиция бар. Жаңа таяқтың екі ұшы бар дейді, у монеты две стороны дейді. То есть у каждого своя правда, да. То есть былай қарасаң, оның дұрыс бұрысын шешетін тағы да сен емес, оны шешетін Алла Тағала болды. То есть мынау дұрыс, мынау бұрыс деп оценка беруден де негізі сақтану керек деп жүрмін қазір. Өйткені ол да мен. Қашан келдің онда? Жақында ма? Қатты бір көп уақыт өтті деп айта алмаймын. Мүмкін жарты жыл шығар. И то жарты жылда бит әлі проработка, әлі де бит өз-өзімен жұмыс жасаудамын, әлі де үйренудемін. Бір тоқтадым, болдым, толдым деген әңгіме емес бұл. Сондай. Жақсы. Енді сен енді бағанан бері біраз біраз әңгіме айтып жатырмын. Біраз әңгіме айтып жатырмын, иә. Қиып тастайық десең. Не ғой? Бұл оймен кеспейін деп. Құдай жайлы көп айтып отырсың. Қазір дінге жақынсың, иә? Дінге жақын жүрсің. Иә. Мысалға біздің ортақ досымыз Аян бар, Бірбаев, Ринго тобына. Енді ол менің рас шынайы, то есть қазіргі сүріп жатқан өмірім. Ол менің басты құндылықтарым бірі. Негізі, кстати, басында да айта кету керек еді. Ондай бір басты құндылықтарым сол ислам дінінен болғандықтан мынандай бір орта подкаст сияқты болып кетпесін деп алдымда. То есть менің де айтқан дүниемді негізі тексеріп алыңыздар. Жаңағыдай ұстаздарыңыз бар, жан жақтан сұрастырып сөйтіп алыңыздар. Менікі де 100% болмауы мүмкін. Сол жағын айта кеткім келеді негізінде. Орта сияқты болмайды екен. Мен дінге жақын емеспін, мен оны мойындаймын. Дінге жақын емеспін, бірақ дінге жақын достарым көп. Нормально қараймын. Мен ана не жағында болып көргенмін. Дінге де бір кіріп шықтым, атеизмге де бір кіріп шықтым. Біраз кіріп тапсың ғой да. Мен енді 37 жылда өзімде. Қазір атеизмде емессіз ғой? Жоқ. Қазір Құдайға шүкір дейсіз ғой деп. Аллаға шүкір дейсіз ғой. Менде қазір жаңағы мынандай ой көп. Мен жаңа сен айтқандай мен емес шешетін, менің білімім жеткіліксіз, бар немесе жоқ деп айтуға, мынау дұрыс, мынау бұрыс деп айтуға менің ешқандай нем жоқ та, компетенциям жоқ та. Еш жағынан да мен атеизм жағынан да мықты емеспін, діни жағынан да мықты емеспін. Ол тек ислам емес, барлық діндерге қатысты әңгіме. Содан кейін мен қазір мынандай көштім, барлығын түсіне білуге. Мысалға, сен діндесің, сен атеистің, сенмен де дос бола аламын. Ешкімге зиянымды тигізбей, жаңағы жүрген жерімде өзімнің позициям, міне негізі былай, мен Дарданямын, қалғандарың идарасыңдар деп. Жоқ, ондай жоқ. То есть мен сені тоже түсінуге тырысатын, маған сол қызықты сен қазіргі өмірің. Негізі сен өзің айттың ғой бағана, сондай жайбарақат, спокойно жүретін адамсың ғой. Сөйтіп біраз уақыт ән шығармай кеттің да. Сон не болды деп былай ойлап жүрді. Сосын маған мынандай бір ой келді. Енді қате болуы мүмкін, кішкене менің достарымда мынандай бір опыт болған. Олар дінге кеткеннен кейін музыкадан кетіп қалып, өнерден, шығармашылықтан кетіп қалып кішкене. Содан кейін барып қайтадан келді. Ана психологияда бар ғой, токсичная осознанность дейді да. Сен бірінші келген кезде сені сильно штормит етеді дейді да. Ана жаққа, мына жаққа. Если сен кішкене устойчивый болмасаң, аяғыңда нық тұрмасаң, сені ары бері лақтыруы мүмкін дейді да. Содан кейін ары бері лақтырып, аяғына нық тұрғаннан кейін қайтадан келеді да өзінің қалпына ше. Мен ойладым, сол сенде де сондай болды ма деп. Мен қателесуім мүмкін, жай гипотеза ғой. Солай болды ма, әлде сен шынымен шаршадың ба? Выгорание дейтін нәрсе бар ғой. Шаршайсың,
музыкадан да, концерттен де. Скорее всего бір выгорание шығар. Өйткені мен есімде, мен умраға барам карантиннің алдында. Карантиннің алдында бір январьда ма или февральда ма қателеспесем 19 жыл ғой карантин болған. Сол жылдың басында сөйтіп умраға барам. Сол кезде я помню жаңа жылдық корпоративтардан давай уже, то есть бүйтіп тіреліп келу сезон уақытысы ғой. 31-не дейін жұмыс жасаймыз. Сөйтіп жыл сөйтіп аяқтаймыз да сол выгорание болғаны до того мен дұға етемін ғой Меккеге барып видео айтам. Бір шаршадым. Негізі дұғада да өте осторожный болу керек та негізі. Сен прям солай айттың ба? То есть айттым да бір көп болып кетті дедің ба? Эмоциональный бір андай бір шаршау болып жүр, бір демалыс берші дедім да. И баң 1,5 жылға карантинге жұмыс. Сен екен ғой кінәлі. Жоқ, ойлашы, до того, то есть реально моментальный дұғалардың ол қалада қабыл болуы да, сен 1,5 жылға вообще 15 жыл жұмыс жасаған адам сол сферада 0 жұмыс жоқ. Хотя шығып жатыр там майда-шүйде шығады үйлерге, мен үйлерге бармадым. Үйде той жасағандар болды. Бармадым, принципиально, то есть либо гонорар жағынан қатты завышать етіп қоямыз. Не істесін, в общем, таки бара алмадық, и біз ойлағанбыз андай бір тойханалар ертең ашылады деп жүріп, в итоге сол тойханаға келдік қой. Звук сәл басылып қалды ма? Жоқ, жазылады, әдемі. Бір звукта бір не болған сияқты болды, кешірім сұраймын. И выгорание болды, енді дұға еткенмен ақ өзің байқап та тұрған шығарсың. Одан кейін әр нәрсенің өзінің хайыры бар дейді ғой. Әр нәрсенің түбі Алла тағала бізге ненің жақсы, ненің жаман екенін уақыт өте келе сен білесің де, сол бізге хайырлы болды. Маған бір остановка керек болды негізінде. Маған бір тоқтау керек болды. Өйткені хаос, өзің порядок жоқ та. Просто тупо зарабатывание денег дейді ғой. Сондай болды ғой. Той концерт болды, тек акцентті жаңа фокусты выступление қоясың, все, вылета, шамса, кетесің. Сөйтіп жүріп просто жай. Бірақ эмоционально, психологически, рухани вообще жоқ. Просто ақшаның қағаздың артынан жүгіріп жүрміз деген әңгіме ғой. Құндылықтар жоқ та. Робот сияқты болып қалғанбыз. Сондықтан ой жинақтау керек болды. Сосын уже демалыс керек болды бәлкім. Сосын жақсы азаматтарды кездестірдім, жақсы орта таптым, жақсы ұстаздарды кездестірдім. Сосын сөйтіп бірақ хаос болып жатқан миымыздағы, басымыздағы, жалпы санамыздағы дүниелердің барлығын ақырындап естіп полкаға бір-бірлеп жинақтап тырыстық, әлі де тырысудамыз. Ол біздің задачамыз процесте болу. Болдым, толдым, тоқтадым деген болмау керек. Нәтижеден процесс қызығырақ па? Әрине, біздің өз қолдың миссиясы сол ғой, процесте болу. Біздің нәтиже тек ажақтағы негізі. Ақыретте иншалла. Сондай нәрсе. Дұрыс. Енді негізі жаңағы сөзің күшті, негізі тілек айтқанда да дұрыс айту керек. Әрине. Мені запростар ғой. Дұрыс жеткізу керек та. Прям детально сұраңдар дейді. Ол неде тек жаңағы Құдайдан сұра, космостан сұра, оттан сұра, бұттан сұра, бәрібір андай формулировкаң дұрыс болу керек деген естідім да. Сен оттан сұрайтын бар ма? Жоқ, вообще де айтқан мысал ретінде. Формулировкаң қызық екен. Маған просто мен не важно деп айтқаным ғой. Сондай да дұрыс формулировать ету керек та, сол кезде түсінікті болады. Әрине. Ол әрбір негізі сөзіміз мини дұға ғой, ана жақсы жарымыз дейді қазақта. Жақсы жарымыз дейді. Ана кезінде Константинопольді алатын бір ойынға, сол анасы сөйтіп өсірген екен де. Не алып жатсың, сен Константинопольді алатын адамсың ғой деп сөйтіп барсуға кел деп. Қаншама батырлар ала алмаған жерді сөйтіп 20 жасар бала 20 жасында алған ғой жаңағы. Сол сияқты негізінде енді сөздің сиқыры бар негізінде. Сөздің сиқыры бар. Сөз атасы бисмилля дейді мысалы, Алланың атымен дейді.
гүлді да мысалы кеше ана Аден Марлан деген бауырымыз бар, блогер, көретін шығарсың. Гүлді анасының гүлі қалып кеткен, үйде қараусыз қалып кеткен, сол өліп бара жатқан, соны тастап лақтырып жіберейін деп жатқан кезінде біразы ответ жазып, жаңағыдай тастама, оны әлі де тірі қылып қалдыруға болады дейді да. Сосын жаным, күнім, айым, сен әлі де өсесің, жақсы болып кетесің деп суын құйсаң, сондай бір уже бір әрекетін жасасаң, жақсы сөйлесең оған, ол өседі дейді да. Сондықтан да уже 3-ші күн ба қазір процесс солай болып жатыр, енді гүл өсіп келе жатыр, тастаған жоқ ана ақыры гүлді. Сондықтан сөздің сиқыры бар. Сөздің сиқыры әрине, ол міндетті түрде. Сөзде абайлау керек негізі. Оны біздің ата-бабаларымыз оны бұрыннан жақсы білген. Егер де былай нелерді есейтін болсаң, еске түсіретін болсаң, үлкен кісілердің бұрын ұрысқан тұқымың өскір деп ұрысатын, тұқымың жайылғыр деп сөйтіп ұрысатын. Ол кейін былай ойлап қарасақ, ол ұрысу емес қой, бата ғой. Ол бата кәдімгідей. Сондай өте керемет нәрсе. Дана ата-бабаларымыз оған бала. Сөзге байланысты мен инстаграмға бір пост жазғанмын, соған күшті пікірлер жазған, күшті қандай ақылсың, осы жерде айтсың. Осы жерде де ақылды болайын дейсің ғой. Осы жерде де, мынандай нәрсе ғой, қазақтың сөзінің құдіреттілігі жайлы әңгіме, қандай терең мағына жатқан сөздер бар екені. Бізде егер де қазір түбіне кете берсе көп сөздер шығару болады. Мен жақсы көру деген сөз туралы айтқым келіп отыр да. Жақсы көру, аватарды көрсең, жақсы, я тебя люблю демейді ғой, I love you демейді ғой, I see you дейді, мен сені көріп тұрмын дейді да. Біздің қазақта да сол ғой, мен сені жақсы көрем дейді. Жақсы көрем деген сүюден де терең да. Ол мен сені көріп тұрмын, сен менің алдымдасың, мен сені түсініп тұрмын, мен сені сезіп тұрмын. Сондай терең мағынасы бар да бұл сөздің. Мен бұрын мүлдем ойламаппын, сол аватарды көріп былай бүйтіп қарасаң, шынымен аватар қазақтардың киносы десең да. Жоқ, мағынасын қарашы қандай керемет. Мен сол туралы кімге айтамын ғой, Батырға айтамын, әлемге, 91-дағы. Батыр тағы маған бір күшті бір ой айтты да. Біз негізі қызық бір тақырыптарда сөйлесеміз. Өлең шығаратын, ән жазатын, сондай бір шығармашылықтағы адамдар, шығармашылық шығару, сол адамдар бізде дейді да, басқа елдерде создавать дейді да, мысалға орыстарда, ағылшындарда create, допустим, да, солай аталады. Творчество емес па? Творить емес па? Творить жағын айтатын, соны. Қазақтарда ғана шығарады дейді да, шығару. Ол біздікі емес, бізге келеді да, біз арқылы шығару просто да, біз себепкер просто. Сен просто проводниксің да, ортада тұрған. Мостсың, көпірсің. Соны Батыр күшті түсіндірді, мен бытышты қылып атқан шығармын, может. Сондай дейді да, сол мысалға дейді, мен айтам да, мен мынандай нәрсеге сенемін деймін да, нелерде бізде андай бір сен сияқты өлең жазатын жаңағы ақындарда нелерде. Мен ақын емеспін негізі. Жоқ, сен жалпы деп жатқан ғой. Айта бересің, бәрі ойлап қалуы мүмкін ақын деп ше. Кешірім сұраймын, мен сөзіңді бөлгенде. Ештеңе етпейді енді. Ақын деп сен сияқты ақын, жоқ, сен сияқты сазгерлер, өлең шығарасың ғой, дұрыс па? Мен сияқты ақын дей салайыншы. Бәрібір. Бізде мысалға мынандай бір көрінбейтін, как будто бір антенналар бар сияқты да. Сен болады ғой мысалға форме жүресің да, саған келе береді да, саған бір жақтан келіп жатыр ғой ол мысалға. Әрине. Біз ойланбаймыз ғой қай жақтан. Ол келіп жатыр да. Ол сен Ньютон Эврика дейтін кез сияқты ма? О деп. Ол да төбеден келді ғой енді аллада. Сол ғой енді. Сөйтіп сен қабылдайсың оны, сосын өзіңнен шығарасың деген әңгіме ғой. Сол кейде шығарма деп. ана антенналар дұрыс шықпай, сет таппай кішкене сөйтіп ештеңе шықпай қалып қоятын кездер болады. Сәттер болады. Ол сондай сияқты да. Сол үшін жаңағы антеннамыз не үшін шықпай
кетеді. Мысалы соған бір ой салып көрейікші жалпы. Ой салып көрейікші. Мен де ойлағанмын оны. Ол неге байланысты сияқты кішкене бір грязь пайда болады ғой. Бір сәл бір лас нәрсе ше. Фальш па? Сол кезде ол фальш болуы да мүмкін. Ол бір өтірік, жалғандық та. Иә, бір дұрыс емес бір әрекет, сондай нәрселер әсер етеді да. Күнә болуы мүмкін. Кінә болуы мүмкін ол. Бәлкім. Иә. Мысалға, былай да енді шартты түрде былай алайық. Мысалға, менің энергетикалық аумағым, осы жерге лас нәрселер кіре бастағанда әсер ететін сияқты да, сол. Түсінің ба? Как вариант айтып отырмын ғой. Толықтай келсем, бір себептерін қашан келеді деп ойлайсыз, мысалы, бәлкім. Қолмен көбірек жұмыс істегенде. Жаңағы подкасттың ол жазылды ма, жазылмады ма басында? Оған барғаныңызды айтасыз ба, айтпайсыз ба? Бәрі жазылды. Жазып отырық қой бәрін. Жоқ, нумерологияға барған туралы деймін. Оны айтасың ба, айтпайсың ба? Жоқ, айта беремін, Жоқ, қызық бір вариант екен, просто айтып берші деп жатқанмын. Мен сондай нәрселерге қызығам. Нумерология қызығасың жалпы да? Тек нумерология емес. Қазір менің зерттеп жатқан өзімнің тақырыбым реинкарнация. Переселение душ дейді ғой. Адамның жаны бірнеше рет өмір сүреді деген сияқты ше, мысалға айналып келеді. То есть сеніміңде емес, сол тақырып қызық маған. Қызық болады. Мен оның түбіне жеткен жоқпын енді, оны былай нақты айта алмаймын, бірақ сол қызық болып жатыр да, мен сол жайлы бір нәрселер ойлап жүрмін, жасап көрейін ба деп ше. Сол тақырыпқа кіріп па, или жай просто изучать етіп? Изучать етіп, шығармашылықта соның бір бейнесі болса қызық ретінде. Қызық маған. Шығармашылықта бәлкім болса. Шаман біз әруақ дегенге сенетін халықпыз ғой негізі. Жаңағы біз қанша жердің жаңағы ислам одан алыс дегенмен, бірақ біздің қазақи нанымда бұрындан бері әруақтар болатын ше. Қазір білмеймін қалай болып жатқанын. Қазір білмеймін дейсің. Жоқ, қазір кішкене тақырыптан шығып кеттім де енді мен. Жоқ, сіздің ойыңызды тыңдап отырмын. Машалла. Керемет. Айту қиын болып кетті. Керемет. Жоқ, ой ғой. Сондай нәрселер қызық та енді. Жоқ, дұрыс қой. Әркім әр нәрсеге қызығады. Мен бір бауырым бар. Аспан әлемдерін зерттегенін айтты. Сол бір ғарыш, бір нәрсе сөйтіп зерттеп жүреді. Маған қатты, то есть маған Алла Тағала ол жағынан бір қызығушылық бермеген. Қарайсың, күнді жаратты, Алла Тағала жаратты. То есть сол жағынан сөйтіп қараймын да. Ай жаратты, айдық. Енді әрине, бірақ қалай жаратты ол уже. Басқа әңгіме, басқа тақырыпты. Неше түрлі нәрсе адамға жаратқан ғой. Қызық болады да, сол одан ешқандай пайда іздемесең де, просто қарауға. Жоқ, мен басында негізі нумерологияны не үшін сұрадым? Сен жаңа қолмен жұмыс жасау керек дегенді түсіндіріп бересің бе деген ғой негізінде. Айтылған жоқ, тағдай айтса аламыз, проблем емес. Ол негізі подкасттың алдында болған сияқты, съемка болған жоқ. Окей. Мынандай нәрсе бар, жаңағы шығармашылықпен айналысу үшін жүрегің ашық болу керек та, кең болу керек, сен бөлісе білу керексің. Менікін қарағанда маған надо тебе раскачать сердце дейді да. Сердце это руки дейді, қолмен көбірек жұмыс істеу керексің. Сердце это руки дейді ма? Иә, оны қолмен раскачивать етесің. То есть пластилинмен бір нәрсе, лего, раскраска, теннис, баскетбол, жүзу, то есть қолмен жұмыс музыкалық аспаптарда ойнау деген сияқты. Қолмен көбірек, білмеймін оның қаншалықты. Ручкамен жазу да? Иә, қолмен жазу. Қаншалықты әсер болып жатқанын білмеймін, мен әйтеуір, бірақ
істеп жүрмін қолымнан келгенше біраз дейсің. нәрсе қолымнан келгенше қолмен өйткені бізде сол жақындары бір нәрсе болды, ол да сол шаршау ма, выгорание ма, екі кино жазылмады кәдімгідей. Вроде қарайсың, оқиғасы бар, историясы тұр, алып жазуға болады, бірақ жүрмейді кәдімгідей. Содан негізі бір жақын арада бір кісіден естідім, научный бір зерттеулер бар да сондай. Ондай творчестволық идеялар қашан келеді деген сияқты. То есть мысалға сенде задача тұрады. Тест тапсырған, экзамен тапсырған бір студенттер, соларға қарап бір не ғой, бір сондай статистика жүргізген. То есть в основном негізі не істеу керек дейді, қиын дүниелерге, бастапқы прям қиынау деген дүниелерге бір 5 минут қана көңіл бөлу керек дейді. Ары қарай оңай сұрақтарға жауап беру керек дейді. Бәлкім солай бастау керек. И сосын кейін барып ол ответтер, ана қиын шешілмеген задачаларың бар ғой, кейін ол саған оңайлар шешіп болғаннан кейін өзімен өзі ақ бүйтіп келеді дейді. Бәлкім осы стратегияны бір пайдаланып көресің. Мен бір кісіден естігем. И сосын екіншіден ондай творчестволық идеялар, бір андай эврика дейтін дүниелер бір ни с того ни с сего келе салады ғой. Расымен ол да Алладан деп білеміз. Ондай идеялар на чили, на расслабоне болады ғой адам. Сол сәттерде келетін сияқты. Лично менде, то есть мен практиковать еткен, мен именно жаңа спа зоналарда жүремін ғой. Реально жақсы бір ұйқымен тынығып алған кезде бір жақсы бір демалыс жасаймын ғой. Сондай напряженный емес, басың бос. Сондай кездерде жалпы творчестволық адамдарға сондай дүниелер өте маңызды деп ойлаймын. Марлан Каличтің де айтқан осы темаларға байланысты, осы тақырыптарға байланысты негізі көп айтқандар, негізі қарап. Кім айтқан дейсің? Марлан Калич, Марлан Сейсенбаев ағамыздың. Ол кісіні жалпы жақсы көремін, жақсы тыңдаймын, көп жібермеуге тырысамын. Әрине бір андай курстарын сатып алып етіп кеткен жоқ, бірақ ютубы бар, инстаграмы бар, әдемі дүниелер айтады. Маған өтеді, жалпы ағам болып келеді ол кісі менің, жалпы жерлес. Ол кісі өзі білмейтін шығар, бірақ біз бір ауылдамыз практически. Содан кейін шығар бір топырақтан бәлкім. Содан кейін да шығар. Ән шығарған сенде қалай болады? Қалай келеді ол? Мен қатты бір қазіргі таңда ән шығарам деп айта алмаймын. В основном композиторлардың әндеріне жүгінем, бірақ өзіме ыңғайлап алам. Одан бұрын маған жіберген кезде әнді мен таңдауым былай болады. Былай айтқанда мен екі представление жасаймын ғой өзіме, көз алдыма. Біріншіден мен ол әнде өзімді көруім керекпін. То есть сахнада тұрғанымды елестетем осы әнмен. То есть келіп тұрма, жарасып тұрма деген сияқты сыртқы көзбен бүйтіп бір қарап алам. Осы әнді мен айтып тұрсам жараса ма, жараспай ма деген сияқты ой салам өзіме. Екіншіден радиодан тыңдап атқан. То есть радиодан мен осы әнді біреу айтып жатса, тыңдар едім, немесе басқа радиоға ауыстырып қояр едім деген сияқты сондай бір призмадан өткізем. Сол бар болған сол ғана. Енді бір кейде болады, менің көзімше Шоқан деген бауырым бар, Шоқан Олихан. Сол бауырымыз композитор. Осы біраз альбом қазір осы шақты да шығарып атқан, келер шақты шығаратын сол бауырым, негізі сонымен келіскенбіз. Изначально басында музыкалық продюсерім болады депті. Қанша жерден інім болса да, бауырым болса да. Енді сондай композиторлық қабілеті болғандықтан соның бір несіне жүгінеміз, кәсіби. Оның кейде студияда ән жазып жатқан кездер болады. Менің көзімше сол кезде мен бір-екі идея бәлкім қосып жіберемін. Жоқ, ол жерде мынандай ход емес, давай мынандай мелодический ход берейік. Сол кезде әдемірек болады сияқты, бридж осындай болу керек сияқты деп кейде бір ойымды айтамын. Былай жалпы мелодияға қатты деп кейін в любом случае утверждать ететін бір точкасын қоятын, окей, болды, осымен тоқтадық, тәмамдаймыз, осыны аламын, осы әнді аламын, осылай аламын, осылай жазамын деп айтасың өзің. Енді өз творчествомыз болғандықтан сөйтеміз.
иә сенің жауапкершілігің ғой. иә сахнада тұратын біз деген сияқты ғой. иә ертең жаңағы мақтауды да естейтін болмаса хейтті да сен өзің ғой сол естейтін. иә дұрыс. Жауапкершілік енді сенде ол жағынан. Мынандай бір нәрселерді көрдім, кейбір жігіттер студияға кіріп алады да өздерін қинап кәдімгідей шықпай бір нәрсе жазып шығады. Ондай да болады, иә? Сенде болды ма сондай эпизодтар өміріңде? Мен соны жаңағы бағана айтқан сөздеріме қайта келіп ораламын ғой. Мен больше, то есть, когда мы начали на расслабоне, асықпай, уақытта негізі Алланың еншісінде қай уақытта бұйырады, то есть, соған тапсырып қойғанбыз. Енді былай айтқанда да енді біздің қолымыздан еш нәрсе келмейді. Қанша жерден кейде болады, расымен идея іздейсің, қанша жерден өз-өзіңді заставлять етесің, өз-өзіңді қинайсың. Келмей кетеді. Творчество келмей кетеді. Қанша көбірек қинасаң, сонша келмей кетеді. Не болды мына деп қаласың. Керісінше әзілдесі ол студияда күшті бір вайп болып жатқан кезде әдемі мелодиялар шығып кетеді. Прям үстіне бәрі жатып, аранжировканың үстіне әдемі мелодиялар жатып, текстовик келеді. Ол да пытырлатып 10 минуттың ішінде текст жазып тастайды деген сияқты, сондай бір вайп болып кетеді. Сондықтан начали на расслабоне болған, то есть сол стилистика больше ұнайды да. Сол. Дұрыс. Қинауға, то есть қарсымын. Енді әрине болады, мен музыканттарды қинаймын. То есть оларды түсінемін, әрине. Семьясы бар, бала шағасы бар, жаңа дедлайн бойынша кейде үлгермей жатады. Бірақ Нұрдәулет те есімі. Нұрик, Нұрдәулет қашан деп. Енді бізде де ол да болады жаңағыдай ғой, 2-3 күнге в отключке да. Енді творчество адам болды, братан, выгорание вообще мен жасай алмай жатырмын, не істейсің дейді. 2-3 күн жоқ болып кетеді, 2-3 күннен қайтып келеді, свежий болып. Міне жақсы болып қалдым, күшті болып қалдым деп студиядан шығып қоясың, 2-3 күн тағы жұмыс істейді деген сияқты ғой. Сондай. Күшті. Әдемі. Енді шығармашылықтан қарапайым өмірге оралайық. Енді естіген нәрсеме айтайын, енді сен я жоғын өзің айтарсың. Сені бір Америкаға көшейін деп жатыр деген бір әңгімені естіп қалдым. Білмеймін, өтірік расын. Жоқ, ондай бір көшу. Ой болды ма? Европа ма? Жоқ, ой болды. Ой болмас бұрын негізінде таза көшу емес шығар. Біз просто тұрып қайту, бір барып көру, сондай бір ой болды. Ол ой әлі де бар. Бұйырса, Алла қаласа, ол ойымыздан әлі қайтқан жоқпыз. Просто бір-екі дүние қазір күтіп отырмыз. Жаңа бір партнер кісілермен не істейміз, не аламыз деген сияқты. Сол виза мәселесі бар, басқа бар. Тіл ше? Тілді өзі жаңа біздің мақсат процессте болу. Жоқ, расымен ғой. Барасың, үйренесің. Адам болғандықтан мен ойлаймын, ол Алматыға 0. Сен сол ортаға түссең, амал жоқ үйренесің. Алматыға 17 жыл бұрын келген кезде мен дым орысша білмеймін. Маған ең бірінші Сабина Саякова сұрақ қояды, как настроение деп суперстарда. Чуть-чуть деппін ғой мен де. Ойлашы. То есть до того орысша білмеймін, айтқан жауап берген жауабым сондай болды да, то есть орысша білмей келдік мүлдем. Қазір барлық подкастты любой орысша шатастырамын десе? Жоқ, одай емес. Барлығы шала қазақша, бір орысша, қазақша аралас, барлығы сондай болып жатыр да. Алматы енді сондай айып етпеңіздер. Енді өмір сүріп жатқан ортаң кішкене өзгертеді, әсері болады ғой енді. Ол да бар, Алматыда негізі орысша тілді кейде араластыруға да мәжбүр боласың. Енді ол білмейміз деген сөз ғой, қазақ тілімізді, өз тілімізді, Аллаға шүкір білеміз, Алла саған шүкір. Келген жылдармен салыстырып қарасаң, Алматы әлде қайда қазақ болып кетті. Баяғыда мен оқуға түскен кезде бәрі орысша сөйлейді. Мен сөйлей алмай, бір жаңағы бір нәрсе алғың келеді да, тілің келмейтін болғаннан кейін алмай басқа нәрсе алатын кездер болған. Жоқ, мойындаймын, ол болды. Қазір әйтеуір сөйлейміз. Мен мынаны айтқым келіп отыр. Мына оқиғаны білмеймін, көрермендер біле ма, білмей ма.
Нұрлан бар Қоянбаев, Аян Бірбаев барлығын Лондонда Стэнфорд бриджде Челсидің матчын көрдіңдер. Аян екеуің жүргенде бір Аян ағылшынша біледі ғой. Сен білмейсің, сен соны жанынан қалмай. Мен жанынан қалмаймын да. Не дейді деп. Жанынан қалмаймын мен. Булочка алып берші деген история болды ғой, иә? Жоқ, булочка алып берші деген оқиға болған жоқ. Бір жерге барып біз метро сұрағанбыз, сол есімде ғой. В общем, былай болады, Лондонда жүреміз, бір 10 күндей боламыз, қателеспесем, 10 күннен аса ма даже. Сен тіл білмейсің? Мен тіл білмеймін, мүлде. Мен hello, hi-дан басқа, how are you-дан басқа да білмейміз ғой. Where is деген жаттап аламыз, где деген айтып. Бірақ түрің местный болып тұр ма? Түрім индонезиец ғой мен. Негізі. Меккеге барған кезде оны. Енді қайта оралайық жаңа Лондонға. Лондонда жүреміз, сөйтіп ол қала енді кішкентай. Автобус көп, бірақ метросы да соответственно көп. То есть қаланың астында қалалар ғой. То есть настолько ананың ішінде енді адасып қалу мүмкіндігі зор да. Сондықтан адасып қалу мүмкін. Сол үшін бір метроны бізде Мейрамбек ағалар шақырды. Бір қазақ Сырымбек ағамыз бар. Ол кісілер де сол Челсидің матчына келген екен. Ол кісі Йокохаманың атынан барды. Ол кезде Челсидің спонсорлары Йокохама болатын. Біз негізінде Аян екеуміз біз оқуға бардық негізінде. 2 апталық оқуға бардық негізі. Не оқу? Түбі негізі реклама жасап қайттық. Шынына келгенде енді қатты бір оқыдық деп айта алмаймын. Рекламасын барып түсіріп алып, сосын басшылыққа барып айттық. Біз рекламасын барлығын видео, фотоларымызды түсіріп алдық. Керегімізді, киімімізді ауыстырып тұрып енді сол кездің блогерлары болдық қой, былай айтқанда. Сөйтіп рекламамызды жасап алдық. Жасап болып, ана руководствосын кестік, біз болды енді келмей қойықшы деп Лондонда, то есть келдік, бірінші рет болып тұрмыз, қыдырғымыз келеді, көргіміз келеді, пожалуйста, маған бәрібір дейді да. Басты әйтеуір фото-видеоларын түсіріп алып, посттарын жасасаңдар, болды қайырлысы деп. Сонымен шықтық. Сөйтіп, жаңа Мейрамбек ағалар сояқта бірге ұшып барамыз біз, ойбай деп. Біз ол датаны қалай таңдаймыз? Маған жалпы рекламаға шығады. Мен соны қайтып артып қорылайықшы. Жалпы ол реклама қалай шығады? Маған бір дәліне алыс бір туысқандарым сондай жаңа оқытумен айналысады екен. Шетелде тіл оқытумен. Сонымен ол кісілер сөйтіп ұсыныс тастайды. Бір досыңды алып кетсең болады деп. Сосын Аянға айтамын, сен ағылшынша білесің ғой, давай кеттік, go. Ол жұмыс істеді ғой Америкада. Сосын виза подавать етеміз Лондонға, ол өте тоже ұзақ әңгіме екен. В итоге әйтеуір екеуміз Аллаға шүкір аламыз визаны. Сөйтіп числоны таңдаймыз ғой, қай числоға барасыңдар дейді. Сосын ол Аян айтады маған, Лондон деген ол АПЛ ғой дейді да. Барайық та Англияның футболын көрейік, стадионға барайық, көрейік деп ше. Болды, конечно, давай қандай матчтар бар, қандай көрейік, заранее қарайық. Сөйтіп мен Барселона жанкүйерімін. Ол Реалдікі. Бірақ Реал келмейді екен ол уақытта жалпы Лондонға. Барселона келеді деді. Осындай числоны ұмытып қалдым уже датасын. Болды деп сол числоға таңдағанбыз ғой. Сөйтсек, Мейрамбек ағалар да сол матчқа баратыр екен, Сырымбек ағалар сол кісілерді апаратыр екен қонақ ретінде. Тағы да бір достары бар, қазақ кісілер. Сөйтіп барып бірге көретін болдық. Нүрекемен қалай келесеміз? Нүрекеге тоже бір кісі сыйлық жасаған екен. VIP орын, VIP орын, 2 орын сыйлаған екен. Негізі Дәулет Бижанов сияқты жанында болған түнгі студияда 2 жігітке сыйлаған ғой. Бірақ ол кезде Данияр бауырымыз болған екен. Данияр бара алмай қалыпты, бір туысқандарының тойы болып. Сонымен Нүрекеде бір билет бар. Ол кісі Лондонға ұшып келген. Мен Нүрекеден сұраймын, бір билет бар ма, сатып алайық сізден, потому что біз билет таппай жатырық. Мына жақтан заказ билеттен аламыз дедік изначально. Өтіп кеткен емес, сол кезде қатты қымбат болды енді. Расымен бүйтіп андай 1200 евро ма сондай болып тұр дейді. Там вороталардың артында, там фан-зонада отырасың. Ондай қатты немес деп. Сосын барғаннан кейін табамыз дегенбіз ғой. Сонымен барамыз, таппаймыз билет. Сөйтіп Нүрекеге шығамын, Нүреке айтады, менде бір билет бар. Болды деп. Сосын Аянға айтамын, сен ағылшынша білесің. Енді давай мен барайын Нүрекемен. Сен әйтеуір сыртта жүріп әйтеуір бір ағылшыншаң бар ғой, әйтеуір билет тауып аласың. Қанша суммасы тұрады, соны төледі. Шыққаннан кейін матчтан мен қалған жартысын беремін деймін да, 50%-ын. Сөйтіп келіп матчқа сөйтіп барамыз ғой, былай айтқанда. Аян оны ойлашы, мына жақта біз $1200 алғымыз келген билетті сол Лондонға барып 100 евроға сатып алады ғой.
аян ба? Аян сатып алады. 100 евро сатып алады, мен 50 евросын берем. То есть барып по факту әйтеуір Аллаға шүкір табылды да сол орында. Матчта боламыз. Сол кезде біз негізі Нұрекемен жақсы бір танысып араласып, негізі сапар адамды ашады ғой негізінде. Сапарда өзі адам ашылады, кімнің кім екенін көрінеді. Сондай бір не бар ғой. Сондықтан Нұрекемен бір қатты бір жақындасып кеттік, Аллаға шүкір бауыр болып кеттік. Содан кейін де алдыңғы жылы уже Америкаға ұсынды ол кісі. Визаларың бар ма деп, біз сентябрьде дайындап қойдық, январьда баратыр месячта деп. Біз жасата бердік. Мен де алдында болған, Аянда да алдында болған американский виза. Мен бір клип түсіруге баратын болып, клип түсіруге бармай қалдық в итоге. Бірақ виза қалып қойған, менде 5-летний виза болған. Сосын қайтып оны уақыты бітіп қалған, 5 жыл өтіп кеткен, мен бармадым Америкаға, бірде бір рет кіріп шықпадым. Сосын күмән болды, менде ой болды. Мен 5 жылдың ішінде бір кіріп шыққаным Америкаға. Бұлар маған бере ме виза, қайтып бермей ме деген. Бірақ Аллаға шүкір берді. Сонымен вообще барғанда жоқпыз ғой, просто заявка жасадық, вам одобрили дейді. Сонымен 10 жылға қайтып алып алдық, Аллаға шүкір. Сөйтіп Нұрекемен январьда уже тағы да бір барып қайттық қой. Бұл жолы енді тағы да болғанда Лондонда емес, бұл жолы уже Лос-Анджелесте болдық. Мен мынандай нәрсені естігемін. Сол Рингодағы Аян Бірбаев не дейді деген жаңа айтып бермеппін ғой, мен вообще бәрін оқыған былай айтып бердім да. Жаңағы бір жерде дейді, бір күшті булочка ма, круассан ба, бірнеге сатады дейді ше. Соны барып алып, сен тоймай қалып, тағы алғың келіп, сөйтіп алып берші деп айтқан ба, бір сондай примерно. Жоқ, ондай оқиғалар көп, мен детально білмеймін. Жоқ, расымен мен ол жақта комедиямын, расымен тіл білмегеннен кейін постоянно әйтеуір бір облом боламын да жүремін. Ол маған уақиға прикол ұстап үстімнен күліп сөйтіп жүреді. Есімде оған жаңа не дейді деген менде прикол болып кетті негізі. Мен бүйтем, ол любой таксистпен сөйлессе де, ол сөйлесіп отырады ғой уже. Сол кезде сұрай беремін, не дейді деймін ғой. Сосын екінші күн өтеді, не дейді деп жанында жүрем. Сосын метроға келдік, метрода адасып жүрміз. Сырымбек ағалар, Мейрамбек ағалар шақырып алған бізді. Bir кісілер ет асып, қазақтар бізді күтіп жатыр. Сол жақта орналасқан қазақтар. Сосын сол жаққа барады, адасып жүрміз. Расымен ойлашы, екінші уровень, одан кейін үшінші уровень, то 3 қабат бит кетіп қалған ана жақ деген, целый ішінде торговый домдар бар ананың ішінде, метроның мен деген. Масқара деп. Таңғалып жүрміз. Сосын адаса жаздап сөйтіп сұрап жүріп қой енді. Местныйлардың өзі білмейді. Бейдайып қарап тұрады да, ана неге қарайды, картаға қарайды олар. Картаға қарап подсказка. Сосын жанында тұрамын ғой, не дейді десем. Ана бір кезде бастады енді. Қоя тұршы депсе, ананың көзінше, анау қарап тұр бізге. Сен басын жұмыс жасаймын, мен әлі сөйлесіп дұрыстап сұрап үлгерген де жоқпын, сен маған не дейді, запарил ты со своим, не дейді деп ше, то есть прямо айқайлап агрессия болды да. Мен одан сайын прикол ұстаймын, досым ғой енді. Анау қарайды бізге күледі ше. Не істеп кетті деген сияқты. Содан кейін прикол болып қалды. Сосын қайтып футболдан кейін жүреміз ғой, басында жанында отырып, не дейді деп қоямын. Кетші дейді ше. Сосын не дейді деген прикол содан қалып қойған жалпы. Сол. Дұрыс әдемі. Өзімізге қызық енді, біреуге қызық емес болуы мүмкін. Маған да қызық. Жоқ, сол оқиғаны мен Аяннан естігемін ғой өзімнен енді. Сол маған да жоқ, шарашат жерді не дейді не дейді солай тіл білмей деп. Енді жаңағы альбомың шыққаннан кейін сені көре бастадық. Дұрыс, жарайсың, Азамат. Оралдың қайта біраз демалыстан кейін. Бірақ сені біраз телеарналардан байқамай жүрмін. Не болды? Ұрысып қалдың ба, шықпай жүрсің ба? Жоқ, ешқандай ұрысып қалған ешнәрсем жоқ. Просто бір грязь беш кішкене. Шамалы грязь ба? Жоқ, просто келіспейміз. Келісе алмаған сәттер көп болғандықтан, сол үшін де определенный бір неміз бар. Оны қалай айтсам да болады. Гонорарсыз шықпайды деген. Сондай бір дүние қойып қойдық. Потому что біз оны ашығымен анық айта беру керек деп ойлаймын. Дұрыс. Дәурен Абаев деген кісі бұрын ол кісі министр культуры болып тұрған кезде бізді осы Алматыда жинады. Осы өнер адамдарын. Алматы жалпы өнер қаласы сіздермен неофициально, то есть камерасыз өтініш, ана жақта мобилоргтар түсіріп бастаған тон. Өтініш алып тастаңыздаршы, без камеры просто отырайықшы, жалпы. Қандай проблемалар бар, больдар бар, давай тыңдайық сіздерді. Жаңа Азамат Сатыбалды ағаларымыз бар, Мадина Садокас, Али Окапов деген сияқты жаңа Жеңіс апаларымыз, ағаларымыз барлығы жүр. Сөйтіп біз Жеңіс ағалар шақырады.
Барамыз, мен басында білмейміз енді не оқиға. Жеңіс Сейдолла ағамыз шақырады сөйтіп, городскийдің басшысы ол кісі. Сөйтіп шақырады екен, Алла разы болсын ол кісіге. Біз барамыз да сөйтіп тыңдаймыз, қандай проблемалар бар дейді да. Вообще бірінші министр, который келіп бізге официально вообще камерасыз отырайықшы, не афишируя отырайықшы өтініш деп сөйдеп айтқан кезде біз таң қалдық, вау деп. Сол кезде баста мәселелерді көтердік қой, жаңағы авторский нәрселер бар, басқа бар, сұрақтарды қозғадық. Солардың бірі ол кісі бұрын осы медиа саласына байланысты министерство қалай еді өзі? Министерство ақпарат министрлігі. Иә, ақпарат министрлігі. Соның культураның алдында сол ақпарат министрлігі жұмыс жасаған екен ол кісі. То есть министр болған екен. Соны айтып отыр. Соны айттым, артистерге ақша бөле ма негізі деп. То есть негізі бөлмейді. То есть это не доходит до артистов негізі. Деп едім. Как так деп таңғалды ғой. Ол кісі алып жүр деп ойлап жүр ме екен? Конечно, айтады, мы же выделяем деньги, как вы не получаете дейді да. Ол сметада бар ғой, просто ол продакшндарға бөлінеді, продакшн оны просто как распоряжается, так распоряжается. Мен оларды енді қазір бір айып жауып бір кінәлап отқан жоқ. Просто мен ешкімге не емес. Кейбір кісілер болады, продюсерлер звондайды маған. Осындай ақымыз бар, бере аламыз, келісе аламыз ба сенімен? Пожалуйста, барамыз, қатысамыз. Келісе алмаймыз. Болды сондай ғой мәселе. Оның үстіне мен просто өзімде интернетке көбірек жұмыс жасауды жөн көрдім. Енді қатты бір жұмыс жасап жатырмын деп айта алмаймын. 3 жылдың ішінде ютубымызды аштық деген сияқты баяғыда. Гәкку тойдыманмен жұмыс жасадық. Ол кісілерге де Алла разы болсын. Енді уақытында не болды, бірақ біз өз подписчиктерімізді былай айтқанда, грубо айтқанда өз көрермендеріміз, тыңдармандарымызды бір неге арнаға, каналға жинамаппыз да, өкінішке орай. Соған енді алысып жатырмыз, енді альбом жазып жатырмыз деген сияқты. Енді как будто бір жаңа қадамдар ғой, жаңа қадамдар, тренд ауысады, не ауысады деген сияқты. Соған байланысты сол өзіңіз айтпақшы жұмыс жасап жатырмыз деген сияқты ғой. Аллаға шүкір, енді тойымыз бар, концертіміз бар, жаңа цифровой площадкалар бар. Аллаға шүкір, жеткілікті. Ол прям ол съемкаға қарап қалған жоқпыз негізі. Бірақ енді жақсы ұсыныстар тастап жатсам, мысалы мен мынандай нәрсе ғой, Құдай өз сезім береді. То же самое. Құдай сезім береді, барғың келеді бір жаққа. Кейде аяғың тартпай тұрады, барғың келмей тұрады. Не істейсің енді? Сондай ғой, отказ беріп те үйрену керек екен. Негізі ол да өнер. Қиын әрине. Кейде ойланасың, дұрыс түсінбей қалдым екен деген сияқты. Көңілін ойлайсың, адамның көңілін қимайсың. Бірақ дегенмен барлығына шашыла бере алмайсың ғой енді, былай айтқанда. Ол да бар. Өйткені сенде ресурстарың бар, энергияң бар, ол да бір асып тасып атқан жоқ шығар бәлкім. Біреуіне жетеді, біреуіне жетпейді. Біреуіне барғың келеді, біреуіне барғың келмейді. Сол нәрсе ғой. Сен бүгін ғана ғой хабарласқандарың. Настроение сондай болды. Барғың келді. Давай дедім да. Тегін шақырып отырсың мысалы да мен. Хотя сен кстати да, ютубтан мысалы саған ақша түседі. Негізі деген сияқты ғой енді былай айтқанда. Енді пипецке просмотр жинайсыңдар, ол сендерге менен көп ақша түседі деген нәрсе емес. Просто любой нәрсенің негізі ақысы болу керек. Мен қазір саған намек түсіп отқан жоқпын. Просто менде мысалы менің авторларымды да тегін жұмыс жасайсыңдар демеймін ғой мен мысалы деген сияқты ғой. Композиторым ақшасын алады, музыкалық продюсерім ақшасын алады, аранжировщигім ақшасын алады, сведенщигім ақшасын алады. И также и пошло-поехало басқа да адамдарды, то есть клипің. Әр нәрсенің өзінің ақысы болады. Болды, ақысы төленсе, келісіп жатсақ, съемкаға да, телевидениеге де барамыз. Ешқандай ол бір принцип жоқ дейсің ғой. Келіссек. Сол мәселе сол. Жақсы. Тегінге отыр. Мүмкін іштей кепка бермей кепка бермей қалған себебі де сол шығар деп. Әйтеуір бір кепканы бір ақтап жауып отқан шығар деп қойшы. Сол рахмет келгенге. Сендерге рахмет. Мен вообще подкаст деген бірінші қатысып отырмын. Менде барлығы бір жаңаша бір Нұржан деген сияқты нәрсе ғой, бір переосмысление болған Нұржанның бір интервью, бір подкаст. Көрініп тұр. Бұрынғы бір сұхбаттарыңа былай қарайтын болсақ, қазір кішкене басқаша, сосын өзіңді өте
еркін сезініп отырсың. Аллаға шүкір. Иә, күшті. Сіздерге рахмет осындай атмосферасы создавать етіп. Әдемі әңгіме болды деп ойлаймын. Бірден жаңаға біз айта кетейін, біз бүгін бір шығарылым түсіретін болып жоспарлағанбыз ғой. Содан кейін енді қаншама техниканы арендаға алып отырғаннан кейін қаншама адам камераның сыртында деген сияқты. Сөйтіп тағы да бір шығарылым түсіріп алсақ деген ой болды да, кім бізді түсінеді, кім бірден келсе қояды дегендерден, өзіміз дегендерден деп сөйтіп хабарласқанбыз ғой. Бізде шағын сыйлық бар саған. Жаңағы Мелвилл дейтін нені авторды білетін шығардың, соның Моби Дик дейтін кітабы, немесе Ақ кит дейді, қара болаға Ақ кит жайлы кітап. Рахмет. Біздің достарымыз бар, Фолен баспасы, солардан сыйлық. Мынау етегін жел көтермеген кітап, ешкім ашпаған жаңа кітап. Керемет, машалла. Оқу керек болды мұны жүзде. Иә. Ұстаздарыңа сыйлайсың, оқисың, өзің көре жатарсың. Сол, рахмет көп. Иә, сізге рахмет. Алла разы болсын. Ал көрермендер, каналға жазыламыз, пікір қалдырамыз, лайк басамыз, біреулерге жібереміз. Бір нәрсе істеңдер. WhatsApp-тан жіберіңдер дейсің ғой. Иә, рахмет көп. Иә, рахмет.